Баршаңызға сәлем. Біз бүгін дәл осындай әп-әдемі жұмсақ құймақ дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге керек заттар: жұмыртқа, қант, сүт, сұйық май, ас содасы және де қайнаған су. Жұмыртқамызды таза ыдысымызға салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Келесі кезекте қантымызды салып, жақсылап миксерлейміз. Достар, менің каналыма жазылып, өз пікірлеріңізді қалдырып, лайк басып қолдап отырыңыздар. Жақсылап қанты ерігенше миксерлейміз. Сосын сүтімізді құйып, тағы да миксерлейміз. Алдын ала еліктен өткен ұнымызды аз-аздан салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Түйіршік қалдырмай жақсылап миксерлейміз. Келесі кезекте сұйық майымызды құйып, тағы да миксерлеп аламыз. Дәл осындай қою масса болады. Үстіне қайнап тұрған суымызға содамызды салып құямыз. Тағы да жақсылап миксерлеп аламыз. Дәл осындай сұйық масса дайын болады. Достар, мен сіздерге оңай болу үшін дәл осылай құрамын осы жерге қалдырдым. Табамызды қыздырып алып, құймағымызды аз-аздан құйып, пісіріп аламыз. Дәл осылай бір бетін қызартып, сосын екінші бетіне аударамыз. Өздеріңіздің қалауларыңызша қызартсаңыздар болады. Бізге қатты қызыл болған ұнайды. Міне біздің жұп-жұмсақ әдемі құймақтарымыз дайын. Қарап отырғандарыңыздай жұп-жұмсақ, кез келген пішінге келтіре бересіз. Және де ішіне творог салып ұсынсаңыздар да болады. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Аймекен.